Қазақтың ұлы күні құтты болсын, Наурызымыз құтты болсын, бірге болайық. Сөздерді жырлап öteyim. Ben 3. generasiya sırttaki Kazakların urpaklarımın. Navruz kutlu olsun. Rahmet. Ассалаумағалейкум достар. Бүгін Голландияға келгенмін, Роттердам деген қалаға. Мұнда қазақтар бүкіл Еуропадан жиналып жатыр. Біз енді Германиядан Голландияға келіп тұрмыз. Роттердам деген қалаға. Өткен Наурыз мейрамды қарсы алуға. Артында көріп жатсыңдар, адамдар жиналып жатыр жаймен. Сендерге соны достар бәрін де көрсетемін. Gel bavrum. Bugün ne болып жатыр мұнда? Наурыз. Наурыз? Голландияда өтіп жатыр ма? Өзің қай жерден келдің? Осында тұрасың ба? Мен Южный Голландияда келдім. Южный Голландия ма? Жақсы, рахмет. Саламатсыз ба достар? Бүгінгі бейне биыл сәуір айында Голландияда өткен Наурыз мерекесіне арналған. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіз, қызықты болады. Ассалаумағалейкум. Бір-екі сөз айтып бересіңдер ме? Қазақтың ұлы күні құтты болсын, Наурызымыз құтты болсын, бірге болайық. Голландиядан көп салам. Рахмет. Navruz kutlu, ulus olsun. Berinizge Gollandiya'dan köp selam. Benim bavurum gelip de Maşallah. Қаншама қонақтар келе жатыр. Солай достар, қазір енді ішіне барып көреміз, қалай өтіп жатқанын көрейік. Осылай кіргенде бір туды аламыз. Рахмет. Ben vereyim mi? Cevizsiz. Болды. Рахмет. Ал кірейік ішінде көрейік қалай екенін осында. Ассалаумағалейкум. Наурыз мерекесі алдында барлығымыз бір-бірімізбен қауқылдасып, амандасып алып әнеде отырсақ, бірақ ең бірінші Наурызда көңілі бұзылған адамның көңілін ренішін басып, біріне деген өкпесі болса, барлық өкпе ренішін барлығын тарқатпай, Наурызға кіріп кететін болсаңыздар, ол өмір бақи сіздерде қалып кетуі мүмкін. Сондықтан да құрметті ағайындар, ешқайсымызда өкпе реніш деген болмасын. Ең бастысы Наурызда қарынды жақсы тойдырып алсақ, жыл бойына тоқ жүретінімізді ұмытпайық. Менің аты жөнім Сағаділда Үсіпәлі. Енді жалпы Қазақстандағы мына университетін біраз қанықтағылар. Өзім актермын. Енді мынау бүгін осыны ұйымдастырушысы комитеттің арқасында сонау Голландияда қазақ қауымдастығы Наурыз ұйымдастырады дегенде әлеуметтік желіден көрген уақытта өзім ұсыныс тастап атып шыққан өзім едім. Осы жердегі бір қазақ қауымдастығын көрсем, мына шығыстағы Қытайдағы басқа елдегілерді көріп жүрмін. Осы Еуропаның қазақтары қандай екен. Бұл жердегінің өзі азғантай болса да өздерінің барлығы бір жерге бас қосып ұйымдастырып жататын әлеуметтік желінің арқасында теледидар арқылы көріп жүрміз ғой. Бүгін өз көзіммен көрудің сәті түсті. Кәдімгідей жүрегім толқып, әлгінде әнұран орындалып, қазақтың туы желбіреп, елдің бар орнынан тұрып жаңағы түгелдеп қосылған уақытта кәдімгідей көңілім толқып та кетті. Барлық осындағы қауымдастыққа, барлық ағайындарға тек қана жақсылық тілеймін. Ұлыстары оң болсын, ақ мол болсын, молшылықта, тоқшылықта болсын. Рахмет, рахмет. Ассалаумағалейкум. Арм ағайын. Отанынан жырақ жүріп, орда болмаса да, қазақы орта құрып алған бауырлар есенсіздер ме? Ұлыстың ұлы мерекесі құтты болсын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Абай атамыз ол күнде Наурыз бір жазғытырын мейрамы болып, Наурызнама қыламыз деп тамаша қылады екен. Сол күнін ұлыстың ұлы күні дейді деп дерек қалдырған. Менің аты жөнім Толқын Сұлтан. Мен Қазақстаннан, елордасы Астанадан келіп тұрмын. Қазақ радиосының журналисімін. Жолдасым театр және кино актері Сағаділда Үсіпәлі екеуміз осы Еуропа қазақтарының Наурызын
жүргізуге, өткізуге, атсалысуға арнайы келіп тұрмыз осы Голландияның Гага қаласына. Бүгін мінекей көптен күткен мерекеміз басталды. Қаншама Еуропаның мемлекеттерінен бүгін бауырларымыз, қандастарымыз жиналып, тамаша бір той болып жатыр. Барша қандастарымызды Наурыз мерекесімен, ұлыстың ұлы күнімен құттықтаймыз. Жалпы тек қазақ халқы емес, түркі халықтарына, әлем халықтарына бейбітшілік тілейміз. Жалпы Наурыз мерекесі неге сәуірдің 5 күні тойланып жатыр деп ойлауларыңыз мүмкін. Бұл өздеріңіз білесіздер, барша мұсылмандар өткен Наурыз айында бастан аяғына шейін ораза ұстады, ауыз бекітті. Сондықтан жол жүру, жан-жақтан сапардан келу қиын болғандықтан арнайы осы күнді жоспарлап, осы күнге сәйкес келіп отыр. Бұл тек бүгін ғана емес, Қазақстанда да солтүстік облыстардың кейде осы күн жылығанда қардың еруін күтіп, қардың көбесі сөгілген кезде осылай Наурыз мерекесін тойлайтын әдеттері бар. Сондықтан бұл ешқандай әбестік емес деп ойлаймыз. Сол. Қош келдіңіздер. Осы алыс жақындағы барлық қандастар, сосын Қазақстанда туып өскен қазақтың қарагөз қыздары мен ұлдарына үйленген неміс бауырларымызды да мен көріп отырмын. Бұл Наурыз дедіңіз тек қана біздің қазақтардың емес, шығыс халықтарының, Иран, Ирактан бастап шығыс халықтарының үлкен жаңа жыл мерекесі, бұл көктем мерекесі. Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын, әр жыл сайын осылай кездесіп отыра берейік. Қуанышты күндеріңіз көп болсын, қуанышты күндерде кездесейік. Келген наурыздарыңыз құтты болсын, мол болсын, үлкен қадам тілеймін барлығыңнан. Әсіресе жастарға аруақтарын қолдап жүрсін. Әумин. Әумин. Айтқан тілегіңіз қабыл болсын. Арқалы жұртым армысың, төрт көзің түгел бармысың. Өмірге көп болды сағынып жаным қалды шын. Сөздерді жырлап өтейін, кеткенше бойдан әлгішім. Қызымды әнші еткізген өздеріңнің алғысын. Бәрекелді, рахмет құрметті ағайындар, тойымыз ары қарай жалғаса берсін. Бізбен қауқылдасып сөйлесіп отырғанда түсінікпен қарағым-ақ келеді. Сонау Еуропаның жан-жағынан бас қосып жатсыздар қойдық. Есікті той жасаймыз, сөйтсек біздің Қазақстанның жерінде үлкен Еуропаны болды. Қараңыздар достар, қалай мереке тамаша өтіп жатыр. Еуропаның түкпір-түкпірінен қазақ бауырларымызды жиналған ұйымдастырушыларға мыңда бір рахмет. Шетел адамдар жиналып отырсақ та, бұл жердегі барлығы қазаққа қатысты адамдар. Барлығы жағы бар. Екшейді қазақ, одан қалса күйеу болып бесшейді қазақ. Бұл жерде бөлдер адам көріп отырмыз. Жақтағы ағайынның басын қосу оңай емес әрине. Халқым деп, ұлтым деп, жарған құлағы жастыққа тимейді. Күндіз отырмай, түнде ұйықтамай жүрген осындағы ұйымдастырушыларымызға бір кезек беріңіздерсе. Сұлу қыздарымыздың бір жақсы лебізіне құлақ түрейік. Ал құрметті қалайым, келген қадамдарыңызға гүл бітсін, Еуропаның әр жерінен, әр тарапынан қазақ деген жүректеріңіз соғып, біздің мына ата бабамыздан қалған ұлттық аманатымыз Наурыз тойымызға, Нидерланд корольдігіне қош келдіңіздер. Біздің алтын қазынадай сақтаған салт дәстүрімізді ұмытпай, болашақ ұрпағымызға аман есен жеткізуімізге бүгінгі бір кішкене ғана үлесіміз деп қабыл етсеңіздер екен. Артық кемшілік жерлеріне кешірім сұраймыз, алдын ала көңілдеріңіз көтеріліп, Қазақстан деп соққан жүректеріңізден айналдым. Және де келген қадамдарыңызға гүл бітсін, әр қазағым жалғызым, бір-бірлеріңізбен танысып, бір-бірлеріңізді көріп, осындай керемет салт дәстүріміз тастап кеткен ата-бабаларымыздың жолын жалғастырушы ретінде бір-бірімізді ұмытпай, қазақ тілімізді ұмытпай, салт дәстүрімізді ұмытпай, наурызымызға келгендеріңізге басымызды иеміз сіздерге. Сіздерді Наурыз мерекесімен, қазақтың әз мерекесімен құттықтаймыз. Жаңа жылда, жаңа бақытқа жетіп,
мол табысқа жете берулеріңізге тілектеспін. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Үлкен рахмет сіздерге. Аман болыңыздар. Ufaklarım hoş geldinler. Navruz kutlu, ulus on olsun. Selametsiz var Kazaklarım. Sizge Galanya'dan köp selam aytamın. Navruzumuz kutlu, ulusumuz on olsun. Ben 3. generasiya sırttaki Kazakların urpaklarımın. Ekeçeşim Türkiye'de tuğup östü. Atamekken, Ataşurt'ta Kazakistan'dan 100 yıl burun aşaşçılıktan, soğuzdan can saktap Pakistan arkalı Türkiye'ye varıp 50 yıldır da Avrupa'da, Galanya'da ömür sürgen Kazakların balasımın, kızımın. Osu yerde Galanya'da Galanyalık dostlarımızga Kazakistan'ın dasturun, medeniyetin, meramların körsetip, üretip jürmüz. Kazakistan'dan makamına medaldı cibergen. Osu yerde Galanyalılarga Kazak dasturunu üretkenim üçün. Dostlarım memnunanı organize ettik, öte kuandık, can-jaktan Kazaklarımız geldi. Әзір toylap, Nevruz kutlap jürmüz. Kazağım aman bol, қайда жүрсеңіз аман болыңыз. Рахмет, рахмет. Солай достар, осы кісі 3-ші генерацион уже Голландия тұрып өсіп ғой, дұрыс па? Dürüst. Неше жыл өтті? Неше жыл? 1986'da geldiler Galandiyaga. Kazaklar Türkiye'ye mı? Ya, Türkiye'den. 1952. Ha, 52'de 52'de gelip Ekeçeşilerim Türkiye'de tuğdu. Ben İstanbul'da tuğdum, o yerde östüm. Жақсы, рахмет. Rahmet, sağ olun. Берекеде ең бірінші атрибутын не білесіздер? Сүйінші сұрау, алақайлау және шашу. Сондықтан да ал, ақ, бол болсын, тек қана тоқшылық болсын. Бұның бірін де қалдырмай беріп алыңыздар ағайын. Бұл конфликтті аш болғаннан, жетпей тұрғаннан теріп алмайды адамдар. Жақсылықтан жақсылыққа жете берейік деген ниеттен теріп алады. Тойдан толықпай деген. Міне бүгін тағы да біз жиналып қалдық, бір жыл уақыт өтіп кетті. Енді наурызды осы Тен Хаг дейтін Голландтың қаласында соны бәріміз жиналып тойлап жатырмыз. Біреу осы бізде Гага дейді ғой Қазақстанда, біреудің қолынан жетектеп әкеледі. Біз өзіміз келіп тойлап жатырмыз. Наурыздарың құтты болсын, мейрамдарың құтты болсын, бәріміз аман болайық, тіршілікте кездесейік. Рахмет. Бір-біріне бата беріп, ақ тілегін арнаған. Әз Наурыз тек той емес, ол адам мен қоғамды жаңартатын терең мәні бар мейрам. Бұл күні әр шаңырақта ақ дастархан жайылып, қонаққа құт келеді деген сеніммен бауырсақпен жаңа ғана біз дәмін тапқан Наурыз көже ұсынылады. Наурыз көже осы берекесімен келсін. Осының ішіндегі ақтай ақ мол болсын, қызыл уақытлы келсін деп айтады. Сондықтан да осы Еуропаның төріндегі барша қазақтың отбасында береке болсын, бірлік болсын, құт болсын, дастархандарының бәрі тола болсын. Рахмет, айтқаныңыз. Қолдарыңызды көрсетіп, көтеріп, дауыс берсеңіздер қазір. Бельгия. Так. Германиядан келген. Финляндия. Чехия. Швейцария. Менің сүйікті Швециям. Қош келдіңіздер. Кімді әлі атамадым, ат қалып өтпедім. Жоқ, Қазақстан. Алматыдан. Ақтаудан. Ақтауда бар екен жаңа. Селебрити деген міне осы көп миллиондық блогерлардың арасында міне осы сіз болуыңыз керек. Сонымен қатар жаңа ғана ханымдар өзіңіздің тағы да ерекше алғысыңыз. Мен үшін үлкен құрмет бүгін өзіміздің қандастарымызбен бас қосып наурызды атап өту. Жаңа ғана тілегенімізге елімізге тыныштық, мемлекетімізге өркендеу тілегіміз келеді. Бүгінгі бас қосу ол ерекше сәт. Жаңа ғана біз ораза айт кезінде бізге жиналған жастар
бізге ниеттер көздеген болатын соның бәрі рахмет. Солай достар, жаңағына интервью алғанмын. Бұл посольстводан адам, осы Европадан посольстводан бастығы. Бәрі жақсы өтіп жатыр, көп қазақтар жиналды. Жалғасын қазір тағы да көрсетемін, парақшама тіркеліп қойыңыз. Енді тамаққа адамдар тұр, қазір тамақ алып алады бәрі. Тамақтарымыз не бар екен? Бұл не? Aubergine. Aubergine? Баклажан йогурт. Баклажаннан істелінген. Цадзики ма? Ja, мутаны. Мынау енді цадзики, бұл ащы түрі бірдемен. Ал мұнда не болып жатыр? Ас болсын. Тамаша. Өнерлеріңіз әрдайым өрге өрлей берсін. Молодец. Бұл кісілерді сый сияпатсыз қайтарғым келмей отыр. Әрине сый сияпатсыз қайтар. Рахмет сіздерге. Тоқтаңыз, менде де сыйлық бар. Мінекей, бұл кісінің де сыйлығы бар екен. Ассалаумағалейкум достар, наурыз мейрамдарыңыз құтты болсын. Бұл екі кісі бірінші рет емес, мұнда Қаражорға билеп жатыр, сол үшін менен де сыйлық бар оларға. Бәрекелді. Ой, құрмет, бәріміздің Қаражорға билегіміз келіп кетті. Ассалаумағалейкум барша жердегі қаны қазақ бауырлар және Германияда тұрып басқа Қазақстанда тұрып Германияға қоныс аударған барша неміс ағайындар, сіздерге дұғай сәлем. Наурыз құтты болсын, ұлыс оң болсын, ақмол болсын, наурыздан наурызға аман есен жете берейік. Бүгін Нидерландтағы Гаага қаласындағы қазақтар наурыз өткізіп, соған бәріміз жиналып жатырмыз. Осындай шетте жүрген қазақтардың берекесі мықты болсын, арта берсін. Және Қазақстанда тұрып кеткен неміс ағайындарымызға дұғай сәлем, елден сәлем. Ол кісілердің қазақтың ұлттық дәстүрін ұмытпай, қазақша киім киініп, бағана бесбармақ асып, ет асып, сөйтіп көрсетіп жатқан өте керемет. Әрине соны бәрін көрсетіп жатқан өзіңізге рахмет көп. Біз қуаныштамыз. Рахмет. Осы Германияға барсақ, сол кісілерге бір рахмет айтып, қолын қысып кетеміз деп ойлайтынбыз. Алла қаласа міне бүгін жетіп жатырмыз. Аман болыңыз. Қош келдіңіз. Рахмет.
бәрекелді, жарайсың дана балғаздар қызы, Бельгиядан келген қызымыз. Өнерің өргірлесін, талабыңа нұр жаусын. Бәрекелді, рахмет. Сәлеметсіз ба, қалдар қалай? Бүгін Наурыз тойын қарсы алып жатырмыз. Сол үшін бір-екі сөз айтып беріңіз. Сәлеметсіздер ме? Бүгін Нидерландының әртүрлі қалаларынан және Еуропаның әртүрлі елдерінен қазақтар және басқа ұлт өкілдері Наурыз мейрамын тойлауға бардыңыз бірге. Бір ұяда осындай әдемі жерде жиналдық. Кәдімгідей қазақтың тойы секілді өтіп жатыр. Әдемі көжемен, бауырсақпен бастадық. Дәмді тағамдар жедік. Енді қазір адамдар іште керемет билер билеп жатыр. Уақытты керемет өтіп жатыр. Рахмет. Наурыз құтты болсын. Рахмет. Наурыз шығыс халықтарында жыл басы мерекесі ретінде тойланып, ерекше күн ретінде аталып өтіледі. Қазақ халқы да Наурыз мерекесін айрықша бағалап, оны жыл сайын тойлап отыруды салт дәстүрге айналдырған. Осылайша қазағым бар өнерін көрсетіп, қонақтармен бөлісіп жатыр. Қазақ қауымдастығының Наурыз құтты болсын. Голландияда жан-жақтан келген қазақтар жиналып, өте жақсы тамаша өтіп отыр. Өстіп көп жиналып тұрғанымызға тілектеспіз. Өте жақсы. Құтты болсын Наурыз. Рахмет, бірге болсын. Осы баршалықта келген адамдарымызға көп рахмет. Осындай Наурыз мерекесін бәріміз бірге көтеріп отырып, бәріміз жақсы уақыттарды еске алып, өте
бауырмалдылық болып кеш өте жақсы өтіп жатыр. Осындай кеш өте берсін, бола берсін. Көп рахмет. Рахмет, рахмет. Бірге болсын. Достар, қазір тұсаукесері болады. Бұл жігіттің тұсаукесері болады. Қазір оны түсіреміз бәрімізді. Жақсы жерде жүрген, тек қана көпшіліктің назарында жүрген, үлкен төбе көрсетіп жүрген төбеде ақсақалдарымыздың елге көптің аузында жүрген, елге белгілі болған азаматтардың қолынан тұсауын кестіріп, сол кісінің батасын алатын дәстүрі бар. Ең бірінші аяғын ала жіппен байлайды. Еш уақытта да қазақтың сөзі бар, ешкімнің ала жібін аттамасын деген. Бенри баламыз. Алт алаштың басы қосылған шақта көпшілікке белгілі хан Керей. Ал, бисмиллахиррахманиррахим. Иә. Ай, бәрекелді. Отырсын. Абай атамыздай дана баласы. Дәрігер боламын дейді. Адамжанның арашашысы боламын дейді. Қазақстаннан алып келген мінекей мына біл бала деп бал әуен. Мынаның ішінде бүкіл қазақтың жырлары, әндері, тақпақтары, ертегілері, қалаған нәрсенің барлығын қосып әкеп онда ойнап келеді. Ал бәрекелді. Ашық ұсынбайсыздар ма енді? Шашу. Шашылсын. Достар, Голландияда жүрміз, және бүкіл қазақтар жиналған. Қазір группа фото жасаймыз. Қазір көрсетем. Достар, соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Баршаңызды ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, құт береке, бақыт тілейміз. Солай достар.